жарқырап атқан ақтаңда, шабытын тулап жатқанда, толқыған көңіл жүрекке бір мұң келіп шаққандай, шабыттың шоғын қызартып, алауын беріп жаққанда, заманға сай термемді қалдырайын жастарға. Телефон деп үңіліп, жаманға не бір ұрынып, көп қарама зиян ғой деген жанға түңіліп, көздің нұрын пайдасыз заттарға жұмсап бүлініп, ғаламторға байланып өмірден қалмас сүрініп. Пайдасы мен зиянын ажырата білгейсің, ата-ананы тыңдасаң жамандық одан көрмейсің, үлкенге құрмет көрсетсең жалғанды жаман сүрмейсің, денсаулықтың қадірін қазірден қалқан білгейсің. Әлеуметтік желілер адамды жіпсіз байлайдай, байланған соң алаңсыз бес қаруын сайлайдай, жеткіншек жастар елігіп, түбінде көзден сорлайдай, ертеңі елдің жастар ғой білсеңіз маған сол қайғай, кеудеде соқыр көз соқыр бақыт кеп басқа қонбайдай. Жаһанданған заманда, ел іші тыныш аманда, біліміңді шыңдағын, ақылымды тыңдағын, саналы ойды қозғасам, ұнатпай тағы қалмағын, айтуым парыз болған соң жастарға ақыл қылғаным. Қонымды ойды ілмедіп, білмеген білме деп, қарғысына тұрғандай білгенге құлақ түрмедіп, интернеттен сайтан боп, жеңілдеу жолмен жүрем деп, жеңіл тек жолды таңдайды, ақша үшін бәрін көрем деп. Уақытың алтын ұмытпай, істерді жаман құлыптай, жақсылық игіс мейірім адамдықтау ұлықтай, қадіріңді қашырып, бетпердеңіз ашылып, тұзы жоқ құнсыз сөздерді абырой көрме асырып. Лайықпен лайық жарысып, бірімен бір ау алысып, бұл ауыз сөзге үйір боп ақ ит пен көк ит қағысып, өнеге бұлар көрен жоқ, үлгіде тұтар өнер жоқ, бұзылып адам кетті мен не болса да көнемде. Мәселе өршіп барадай, жүрегім лаулап жанадай, есін білмес жас сәби телефонға қарадай, бала тыныш болсын деп, ата-ана қалыс қаладай, бала мен бала дос болмай, телефон дос боп барадай, адамнан адам алыстап, арасы суып барадай. Топырақ көпке шашпайын, сабырсыз қадам баспайын, қадірін сөздің кетірген жандарға ойдау тастайын, бағасын біліп әр күннің, білімге әркез талпынғын, қадірін мына біліңдер, уақыт деген бұл алтынның.